Армысыздар қазақ елі. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаеваның Астана қаласынан Дубайға ұшпақ болған, яғни Астана әуежайындағы регистрацияда тұрған суреті әлеуметтік желіде кеңінен таралып, қызу талқыға түсіп жатыр. Енді сол жерде көргендер және пікірлерге қарағанда, Дариға өзінің немерелерімен бірге Астанадан Дубайға ұшқалы жатқанға ұқсайды. Жалпы өздеріңіз білесіздер, дәл осы Нұрсұлтан Назарбаевтың отбасы, қызы бар, басқасы бар, немерелер бар, тіпті өздерінің ұлы тауманы бар, басқасы бар, барлығы Дубайды мекендеп жатқандығы белгілі. Бұған дейін де бірнеше рет ақпарат шыққан болатын, біз сіздерге олар туралы айтып хабар жеткізіп отырған болатынбыз. Енді міне қазіргі таңда Қазақстанға емін-еркін келіп кетіп жүргендігін, қазіргі жаңа Қазақстан дейтіннің ескі Қазақстанға ешқандай өкпесі жоқ екендігін осылардың емін-еркін жүргеннен ақ анық байқауға болады. Назарбаевтың өзі де емін-еркін жүр, қыздары да міне немерелермен емін-еркін Астана десе Астанада, Дубай десе Дубайда, шетел бар ма, басқасы бар ма, барлығында еркін жүр, яғни ешқандай қудалау болып жатқан жоқ. Олардың байлықтарын қайтаратын жаңа Қазақстанда жоқ. Енді бұлар 30 жыл ғана елді билеп төсеп қана қойған жоқ. Қандай қылмыстар жасағандығын Назарбаевтың өзін білесіздер, Жаңаөзен оқиғасы бар мәселене, қазақ тарихындағы ең үлкен қанды оқиғалардың бірі деп айтуға болады. Тәуелсіздік жылдарындағы мысалға өз халқына оқ ату, қаншама адамды, қаншама отбасыны қара жамылдыртып, қарапайым жұмысшыларға, қызметкерлерге ақысын төлемеу, міне осы әрекеттердің бірде-біреуіне жауап берген жоқ. Бұл сіз бен біз білетін Жаңаөзен оқиғасы бар, Қаңтар оқиғасы бар, басқа да одан бөлек қазақтың байлығын ұрлап тонап жатқандығы, және сіз бен біздің балаларымыздың, яғни болашақ ұрпағымыздың болашағына балта шапқандығы баршаңызға белгілі. Бірақ бұлардың емін-еркін жүргеніне қарағанда, ешқандай тергеуге шақырылмағанына қарағанда, тіпті шақырылуы мүмкін емес сияқты көрінеді қазіргі кезде. Яғни билік пен қазіргі Ақордамен, қазіргі жаңа Қазақстанмен Нұрсұлтан Назарбаевтың арасында қандай да бір келісім болуы мүмкін. Себебі қандай да бір қудалау болса, не сұрақ жауап алынып жатса, немесе бір қылмыстық істер қозғалу туралы сыбыс болатын болса, бұлардың бірде-біреуі Қазақстанға жоламай, өзге елде өздерінің отаны ретінде санап кететіні анық еді. Алайда қазіргі биліктің тарапынан ешқандай қудалау байқап отырған жоқпыз. Қазіргі билік пен Назарбаевтың арасындағы келісімге қарағанда, қазіргі билік Назарбаевтарға тиіспейді, түртпейді, тергеуге алмайды. Ол туралы депутаттар бірде сөйлеп, столды қағып мүмкін, бірақ қазіргі таңда ол да қалмады. Олай сөйлейтін депутаттар жоқ екендігі белгілі, өтірік болса да, соған қарағанда келісім бойынша Назарбаевтар билікке, саяси жолға араласпайды саясатқа. Оның орнына Қазақстандағы өздерінің бизнестерін емін-еркін жүргізет, байлықтарын сақтап қалады, шет елдегі және елдің ішіндегі. Ал билік оларға жақ ашпайды. Әйтпесе осыншама былыққа батқан адамның елімізде емін-еркін жүруі қоғам арасында үлкен сылақ туындатпай ма?